Қазақстан шетелдіктер арасында әлемдегі ең танымал туристік бағыттардың біріне айналып келеді. Әйгілі италиялық Count Nas Travel Италия басылымы Шымбұлақ тау-шаңғы курортын әлем саяхатшылары міндетті түрде баруға тиіс топ 5 орынның бірі ретінде ұсынады. Ал америкалық New York Times нұсқасы бойынша Алматы 2024 жылы көруге тұрарлық 52 орын тізіміне енген. Шетелдіктер арасында елдің оңтүстік астанасы туристік өңір ретінде кеңінен танымал. Бүгінде Алатау бөктеріндегі әсем шаһар ең көп сырттан қонақтарды қабылдайтын жергілікті қалалардың көшін бастады. Мәселен, былтыр 9 айдың ішінде Қазақстанға саяхаттап келген шетелдіктердің тең жартысы Алматыны аралаған. Екінші орынға елордасы Астана қаласы жайғасты. Еліміздің бас қаласына шетелдіктер іскерлік туризм бойынша жиі келеді. Маңғыстау өңірі де туристер үшін тартымды. Бұл бағыттағы үздік бестікке Атырау облысы мен Шымкент қаласы да енді. Еліміздің туристік әлеуеті мен дәстүрлі қонақжайлықтың арқасында Қазақстан шетелдердің арасында ең танымал бағыттардың бірі болып табылып келе жатыр. Қазіргі таңда біздің еліміз 82 елмен визасыз режим орнатқан болатын. Бұл тізімді біз 100-ге дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар еліміз әлемнің 28 елімен 120 бағыт бойынша әуе қатынастарын орнатқан болатын. Сонымен қатар Қазақстанда шетелдік саяхатшылар ағынын арттыруға мында туризм саласының деректерін талдауға негізделген жоба іске қосылды. Яғни жүйе орналастыру орындары, тамақ және сусындар, көрікті жерлерге қатысты елімізде болған туристердің пікірі мен шолуына TripAdvisor тұғырнамасында мәтіндік талдау жүргізеді. Осының нәтижесінде отандық туризмнің жай-күйі айқындалып, оны дамыту үшін елішілік және халықаралық бағыттар бойынша нақты жоспар мен ұсыныстар әзірленеді.